Украина өз газының чықаруыны арттырмақ керектір ве үч елдан сон фетларының яны форматына кечмелі. Газның Италь этилинден газдан байғы уджуз олмасы үшін. Бұны баш назир Владимир Гройсман үкімет топлашывында білдірді. Бұл мақсат или газ чықару сасындаки вазиетнің тамамынен талил етілмесіні тешебюс етті. Қайдеткені кебі Укргаз добыча девлет шеркетінің малюматына көре, Украинада мавы яқарлықның едігі 900 миллиард кубометрден зиядедір. Ми поставили завдання перед українською державною компанією «Укргазвидобування». Укргаздобыча девлет шеркетіне газ чықарувыны артырмағат авалеттік. Тұшмесіні тоқтаттық. Ве артырувына кечтік. Озыны бұтын лекенді газы еле теменлеген девлет олсақ, бұ исе екібенің 20-жы сенесінде олур. Газ фиатларыны дініштірірміз. Италия тілгені бір-2 айды келді. Әр вақыт жүзде олажақ. Україна є одним з найбільших. Україна Авропаның бұйық газ чықарычыларындан бірідір. Тұртынжы ердеміз. Едіклер бойынша есе атта екінжіміз. Бұйық бір истиқбал бар. Оны құланмақ керек. Совет заманы Украин газ чықару саанын инкишаф етмегенін екене себебі. Русияда бұл саанын инкишаф сесетідір. 2017 сенесінің сонына қадар біз газ чықарувыны кечкен сене олғанындан 6-700 миллион кубометрге қадар артыра білеміз.